Саламатсыздар ма менің құрметті тыңдармандарым. Әңгімені бастамас бұрын лайк басып, подписаться етіңіздер. 10 жасар Әли Алматының шеткі аудандарындағы ескі аялдамалардың бірінде түнейтін. Оның әке-шешесі жоқ еді. Анасы оның 3 жасында тастап кетіп, әкесі кім екенін де білмейтін. Содан бері балалар үйінде қашып кеткен соң көше өмірінде өсті. Қысқы түндерде картон жамылып, көктем мен жазда аялдаманың орындықтарында ұйықтайтын. Тамақты дүкендердің артынан не болмаса қайыр сұрап тауып ішетін. Бір күні кешке қарай жаңбыр жауып тұрды. Әли тоңып көше бойындағы үйлердің кіре берісінде паналағысы келді. Сол кезде қатты айқаймен дөңгелектің шыңғырған дауысын естіді. Жолдың қарсы бетінен қара Lexus көлігі жылдам келіп, жүргізуші рөлге ие бола алмай, жолдың шетіне сырғып барып, арыққа құлап кетті. Әли бірден жүгіріп барды. Көліктің капоты майысып, түтін шығып жатыр. Ішінде шамамен 40-тардағы ірі денелі еркек басын ұстап, есін жия алмай отыр екен. Бала ештеңеден қорықпастан есікті ашып, аға, тез шығыңыз деп айқайлады. Бірақ еркек қозғала алмады. Сол сәтте капоттан шыққан түтін лап ете қалып, жалынға айналды. Әли жан-жағына қарады, ешкім жоқ. Көліктің белдігін шешіп, еркекті қолынан тартты. Бала әлсіз болса да, бар күшімен сүйреп шығарды. Өзі құлап, қайта тұрып, еркекті жол жиегіне сүйреді. Сәлден соң көлік түгел жанып кетті. Еркек есін жиып қорыққан көздерімен балаға қарады. Сен мені құтқардың ба? Деді әлсін демалып. Я, көлік өртеніп бара жатыр еді, деді Әли дірілдеп. Сол кезде көмекке адамдар да келе бастады. Жедел жәрдем шақырылды. Еркекті зембілге салып жатқанда, ол баланың қолынан ұстап, ешқайда кетпе, деді әлсіз даусымен. Еркек еліміздегі ең бай кәсіпкерлердің бірі Жанат Нұрғалиев еді. Ол ауруханадан шыққан соң бірінші кезекте сол баланы іздеді. Полициялар мен көмекшілері арқылы Әлиді тауып алып, өз үйіне шақырды. Бала басында қорықты. Үлкен коттеджге кіргенде, өмірінде алғаш рет жұмсақ кереует, ыстық тамақ, таза киім көрді. Жанаттың да 2 баласы бар еді, бірақ олар шетелде оқитын. Сенің атың кім? Деп сұрады Жанат. Әли, сен менің өмірімді сақтап қалдың. Бүгіннен бастап сенің өмірің де өзгереді. Жанат оған киім әкелдіріп, жеке бөлме берді. Кейін заңды түрде асырап алды. Әлиге мықты мектепте оқуға жағдай жасады. Бала өте зерек еді. Ұстаздар да таң қалатын. Ол күн сайын менің енді отыратын аялдамам жоқ деп шүкір ететін. Әлидің өмірі әп-сәтте өзгергенімен бәрі оңай бола қойған жоқ. Ол байлардың мектебіне барған алғашқы күнде ақ өзгелердің мазағына қалды. Мынау кім өзі? Қайыршының иісі мүңкіп тұр, деді бір қыз танауын басып. Текке келмеген шығар, асырап алған ғой, деп мазақтады екінші бала. Әли олардың сөздеріне үндемеді. Ішінен мен дәлелдеймін деп қайталай берді. Сабаққа барын салды. Ұстаздар оның математикалық қабілетіне таң қалды. Бір күні информатика сабағында бүкіл мектептің жүйесіне қосылып, ақауды 1 минутта түзетіп берді. Мұғалім директорға дейін айтып, оны мақтады. Бірақ сыныптастары одан сайын қызғанды. Жанаттың туған ұлы Нұрбек сол кезде шетелден оқудан келді. Әлиді көріп ашуланды.
әкесінің компаниясында жиналыста Әлиге орын беріп, өзінің сөзін бөлгенін көргенде тіптен жеп көріп кетті. «Әке, ол кім өзі?» деді бірде. «Сенің бауырың, ол менің өмірімді сақтап қалған адам. Сондықтан да біздің отбасымыздың мүшесі», деді Жанат нық дауыспен. Нұрбек түнде достарына Әли туралы айтты. «Оны бұл жерден кетіруіміз керек», деді ол ызаланып. Мектеп бітірген соң Әли университетке түсті. Сол жерде Айдана есімді ақ құба қызбен танысты. Қыз өте сыпайы, жүрегі таза еді. Әлидің жетім екенін естігенде де оны кінәламай, керісінше сыйлады. «Сен мықтысың, сенің орның осы өмірде ерекше», деді ол. Екеуі кітапханада бірге сабақ оқитын, бірге тамақтанатын. Бір күні Айдана: «Егер сен болмағанда, менде үміт болмас еді. Себебі мен де әкемді кішкентайымда жоғалттым. Сен маған өмір сүруге күш бересің», деді жылап. Сол сәттен бастап олардың махаббаты басталды. Әли ешкімге ашылмаған сырларын, көшедегі өмірін, түндері қалай тоңғанын, қалай көлікті өрттен алып шыққанын барлығын айтты. Қыз тыңдап отырып, көз жасын сүртті. Университеттен соң Әли Жанаттың компаниясында инновациялық жоба жасаумен айналысты. Бірақ Нұрбек оның әр қадамын бақылап, аяқтан шалып отырды. Бір күні маңызды жобаның құжаттарын Әлидің үстелінен ұрлап, өз атына жазды. Кеңесте бүкіл компания Нұрбекке қол соқты. Әли үндемей отырды. Жиналыстан кейін Жанат Әлиді шақырды. «Неге ештеңе демедің?» «Аға, мен үшін ол маңызды емес, маған сіздің сеніміңіз қымбат». Сол сөз Жанаттың жүрегін елжіретті. Ол ұлын шақырып алып, шындықты айтты. Нұрбек масқара болып компаниядан кетіп қалды. Әли байыған соңда көше балаларының өмірін ұмытпады. Жанат екеуі жетімдер үйін салып берді. Сол жерге барған сайын Әли көз жасын тыя алмайтын. Бір күні кішкентай қыз жүгіріп келіп: «Аға, сіз де бұрын жетім болдыңыз ба?» деп сұрады. «Иә, бірақ енді мен жалғыз емеспін. Сендер де жалғыз емессіңдер», деді ол күлімсіреп. Жанат қартайып ауырды. Бір күні ол Әлиді шақырып: «Балам, сен менің өмірімдегі ең үлкен сыйсың. Сен мені құтқардың. Енді мен сенен бір өтініш сұраймын». «Айтыңыз, әке». «Нұрбекке кешірім бер. Ол да менің балам». Әли жымиып басын изеді. «Әке, мен ешкімге ренжімеймін. Егер сіз болмасаңыз, мен қазір тіріде болмас едім». Сол түні Жанат өмірден өтті. Компания Әлидің басқаруына өтті. Әли үйдің террасасында отырды. Айдана жанында, қолында ыстық шай. Ол алыстағы Алматының шамдарына қарап: «Осы қалада мен түнедім. Осы қалада мен аш қалдым. Осы қалада мен арман қудым. Ең бастысы, осы қалада мен өз әкемді, өз махаббатымды, өз өмірімді таптым», деді. Айдана оның иығына басын қойып: «Сен ғажайыпсың, Әли», деді. Бала кезінде күнде көрген жұлдыздар сол түні ерекше жымыңдағандай еді.